Жезқазған, жүдеу тартқан қалада халықтың қарасы аз. Іздегеніміз Сирияға джихад жасаймын деп кетіп мерт болған Мақсат Аймахановтың жақындар еді. Таптық, бірақ марқұмның әкесі сұхбат беруден бас тартты. Ал жесірі келісті, бірақ жүзін жасыруды, есімін өзгертуді сұрады. Мен сол балалардың болашағы үшін қорқамын. Әйтеуір бір күні шығып, сондай кеткен адамның баласы деп қоғамда басқаша қабылдап, балалардың болашағына зиян тиеді деп қорқамын. Мақсат қарапайым отбасында дүниеге келіпті. Әкесі көптен бері базарда балық сатып, нәбақасын тауып жүр. Ал анасы ертеректе бақилық болған, 3 бауыры бар. Мақсат 2010 жылы дінге қызығып намазға жығылғанында жақындар қуаныпты, бірақ ол арнайы білімі болмағандықтан жұмысқа тұра алмай, несиеге алған пәтерінің қарызын өтей алмай, тығырыққа тіреліпті. Сол уақыттарда телефонына әлде біреулер хабарласып, Қарағандыдан табысы мол жұмыс уәде еткен. Астындағы көлігін сатып, Қарағандыға аттанған азамат содан оралмапты. Кеткенінде қалтасында $11,000 болған деген дерек бар. Терроризм не дегенді мен сол шынымды айтсам телевизордан көргенде бірақ түсіндім. Ал оған дейін ондай ешқандай. Терроризм деген ұғым, секта деген ұғым менде болған жоқ. Жұмыссыз жүр, такси болып қана жүр. Таксидің ақшасы бірде жетеді, бірде жетпейді. Мысалы, сен намаз оқымайсың, сен кәпірсің. Я болмаса мен дайындаған тамағымды, сен тамағың харам, мен ішпеймін. Ондай болған емес. Мақсат араға 4 ай сап, өзінің Ресейде келісім шарт бойынша жұмыс істеп жүргенін жеткізген. Тағы жарты жылдан кейін интернетте қазақстандық джихадшылардың үндеуі жарияланып, Аймахановтар бүлікшілердің арасынан Мақсатты таниды. Сол бейнероликте 3 баланың әкесі атын Нұх әл-Қазақи деп өзгерткені белгілі болды. Өзім сезімді айта алмайшықты. Сенген жоқпын. Аспа, өтірік. Бірақ телевизордың көзімен көріп тұр. Сол одан кейін ешқандай хабар да болған жоқ. Тек 2014 январында қайтыс болды, бақилық болды деген ғана хабар келіп болды. Кім хабарласты? Білмеймін, белгісіз номермен қасындағы бірге неғылған жолдастарымыз деп звондады. Ол роликті қайталап көргенде емеспін. Ұлттық сананың жақсы меңгермегендікті салдары. Отанға дейін сүйіспеншілік. Осы уақытқа дейін тек арабтардың цивилизациясынан аймағында ғана жүрді. Қазақтың отанында, қазақтың бойында мұсылманшылығы көп айтылмады. Абайды да, Шәкәрімді де, басқа да қазақ тұлғаларын орыс тілде паш ету керек. Мені байланыстыру керек шариғатпен. То есть исламский системаны да орыс тілде айту керек. Сол уақытта олар оны қазақтың тұлғасымен де, қазақтың мәдениетімен де, қазақтың дәстүрімен де байланыстыра алатын болды. 42 жастағы келіншек қайғыдан қартайған. Жолдасы мерт болғалы жылдар өтсе де көз жасы құрғамапты. Өлместің күнін кешіп жүр. Бейбіт өмірлерін бұзып, жалғыз мен емес, басқа да мен сияқты адамдар бар шығар. Асыраушысынан айырылып, баласын жетім қалдырып кетіп жатқан. Бұл енді дінге, шын мұсылман дініне қарсы нәрсе деп ойлаймын. Шын мұсылман адам дәл олай істемейді деп ойлаймын. Сіздің қыздарыңыз сұрай ма, әкеміз қайда деп, не жауап бересіз? Әкем қайда деп сұрамайды. Олар кішкентайынан көрді, білді. Қазір олар ондай сұрақ қоймайды. 3 баланың анасы алыстағы жау кез келгенді ноқталап тастайтынын жақсы біледі. Сондықтан қыздарын барынша қорғап әлек. Бұл менің алғашқы әрі соңғы сұхбатым деген Жанат бізбен үнсіз қоштасты.